Мен саған көп байлар жасыратын ащы бір шындықты айтайын ба? Біз тыңдап жүрген үлкен бай, табысты адамдардың көбісі сол табысқа қалай жеткенін өзі де білмейді. Қазіргі мына қаптаған курс өткізгіш мен саған қалай бай болудың жолын үйретемін деп жүрген коучтардың барлығын бірдей тыңдап қажеті жоқ. Мысалы, бай табысты болудың арнайы бір нақты формуласы жоқ. Егер ондай болса, онда оны үйреніп алып бәрібірдей бай болып кетуші еді ғой. Байлардың барлығы сен ойлағандай өте ақылды, тәртіппен жүретін еңбекқор адамдар емес. Өзің ойлашы, дәл солардай аянбай таңнан кешке дейін еңбек еткен, тіпті кейбіреулері одан да ақылды, дисциплинамен жүрген қаншама мыңдаған адамдар бар. Бірақ қанша тырысқанымен, қанша еңбектенгенімен өмірде бір жетістікке жетіп жолы болмайды. Мұның сыры неде? Алла тағала кей адамдарға мүмкіндік береді. Ал сол мүмкіндік дәл солардың мінезімен, ойлауымен, сәл ғана батылдығымен сәйкес келсе болды, олар ұшады. Ешкім өзінің қашан және қалай табысты болып кететінін білмейді. Сол үшін де аянбай еңбек етіп, адал кәсіп үйреніп, тапқаныңды отбасыңа, өзіңе, халықтың игілігіне жұмсап, жаңа жобалар ойлап тауып еңбектене берсең, мүмкін сен де бір күні әлемдік бір байлардың қатарында болып кетуің әбден мүмкін. Жалпы осы байлыққа жету қажырлы еңбекті талап ете ме, или жай ғана везение ме? Өзің қалай ойлайсың?